35 көйлек мініпті. Санап көрмедім, 35 по-моему. Шын ба әлде өтірік пе? Оның растығы. Айнұры деген армысың автосалонның бастығы. Салонның бар деп естідім, баллонның бар деп естідім. Ұйқасы келсе болды ғой, айта береміз ғой. Бензинді тегін құятын талонның бар деп естідім. Тараздан товар таситын вагонның бар деп естідім. Өтірік шынын білмеймін, кешір мені кешкінім. Ай, арғай өзім жалғастырайын, мен жоқ міне, барым осы еді. Жайлап айтасың ғой, жайлап. Қорқытпай, жай. Көп нәрсе естіп келіпсің, жалпы ел нені демейді. Көп сөйлейді екен бұл ағам, халқымыз бәрі бір ел жұрт демейді. Айтыстағы ақындар қасқырға мені теңейді. Әнші боп келген ағамда еліктеп еркелете ма деп отырсам, Құдай ау қасқырсың дейме не дейді. Қорықпаңызшы сіз менен, көргендей болып өгейді. Қаңғыған қасқыр болса да, алжыған қасқыр болса да, бұл Айнұр ақын дәл сіздей арық айғырды жемейді. Құдай ау мынау ақын ғой, күй кешіп қалдым шарасыз. Ән айтып жүрген Алашқа атақты ұлықпан ағасыз. Айтқыштың аты айтқыш қой, әйтеуір әзіл табасыз. Автосалон деп тиесіп несіне кінә тағасыз. Мынандай шабытпенен ақ талай додада шабасыз. Жүкеңе ұнап қалсаңыз, конкурент болып Айнұрға конкретно кіріссең біраз жерге барасыз. Автосалон түгемес, алтын домбыра түгемес, алтын ай деп ән салып, алтын гитара аласыз.